Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер және де тұрақты жазылушылар. Біз бүгін мен Арман Есімқұлов атты жазылушыларыма сұраққа жауап беретін боламын. Сен видеоны немен монтаждайсың деген сұрақ қойды. Мен оған қуана компьютермен Sony Vegas Pro 13 деген программамен монтаждаймын деп жауап беретін боламын. Қалай монтаждаймыз? Ол программа менде де бар, бірақ мен оны қалай видео салу керектігін білмей жатырмын дейді. Онда көріп ал видеодан. Жалпы мен бірінші звугын өшіріп тастасам, себебі видеода кедергі болады. Бірінші создать окей дейміз біріншісін, сосын открытьті басамыз, және өзіңнің интроң болса, ол көбіне документте сақталады. Документте менде тұр, міне осыны открыть дедім. Және де бүйтіп кері жүргіздім де басынан открыть дедім. Сосын өзім видео тұрған жеріме барып, видеоны аштым. Менікі осы. Міне сен сұрағыңа жауап бердім, қалай видеоны салуға болатындығын үйреттім саған. Жалпы достар, басқаларыңызға да сабақ болсын. Жалпы басқа сұрақтарыңыз болатын болса, көмектесе аламын. Телефонмен қалай монтаж жасау керектігін де үйрете аламын. Егер де керек болып жатса, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Жалпы достар, KineMaster программасын қалай тартуға болады деген сұрақтарға жауап алғыларыңыз келсе, комментарийге жазып кетіңіздер достар. Жалпы міне KineMaster'дің рекламасыз версиясында тартуды үйретем. Mobizen'нің де мен қазір болды, маған нетті басам. Мен енді кәсіби емеспін, бұны нақты біле бермеймін, бірақ өзім көп болды видео сәндеп жүргенмен, сондықтан да сәл-пәл білем. Сіздерге үйретіп отырмын сол себептен. Жалпы достар, каналға жазылып, лайк басып отырамыз.